Баршаңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін осындай тематикадағы кукла торт жасайтын боламыз. Бұл кукла торттың қалай жасалу керектігін және де сыртындағы кремнің қалай жасалу керектігін сіздерге түсіндіретін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен корждарын жасап алатын боламыз. Қандай корж жасағыларыңыз келсе де, осындай конус секілді жоғарыдан төменге қарай диаметрі үлкейетін корждар жасаймыз. Тортты кардонның үстіне жасайтын болсаңыздар, кардондарыңыз неғұрлым қалың болғаны дұрыс. Және де тортымыз жылжып кетпес үшін ең астына жарты қасықтай кремді жағамыз да үстіне коржымызды қоямыз. Корждың үстіне қант пен судан араласқан сиропты сеуіп шығамыз. Торттың ішіне кез келген кремді қолдана берсеңіздер болады. Себебі бұл тортты жинағаннан кейін біз 5-6 сағатқа міндетті түрде тоңазытқышқа саламыз. Сол кезде қатаяды және кремдері де тығызданады. Дайын болған торттың сыртын осылай кесіп шығатын боламыз, түзеулейміз. Қалған қалдықтарын біз бір шетке алып қоямыз, себебі қалған қалдықтары бізге керек болады. Сыртын қант ұнтағымен маймен жағып шығып түзеулейміз. Дәл ортасынан пышақпен тесіп шығамыз. Дәл осы жерге кукламыз саламыз. Алдымен кукланы спирттап, және де аяқ жағын пищевая пленкамен ораймыз. Тесілген жеріне кукламызды солаймен саламыз, және де беліне дейін салмаймыз кукланы. Аяғынан төмен қарай 2 см алып қоямыз. Себебі салатын болсаңыз, онда ерсі көрініп қалады. Екі ортасына қалған қалдықтарын осылай жабыстырып шығамыз да, май мен қантымыздан жасалған креммен барлығын жағып шығамыз да, тоңазытқышқа жарты сағатқа саламыз. Бірше тоңазытқышқа салынып тұрған кезде сыртына крем жасайтын боламыз. Майымызды 4-5 минут жалғыз өзін ғана миксерлейміз. Одан кейін қант ұнтағы және сүзбелі ірімшік, творожный сырды үшеуін араластырып шығамыз миксермен. 2 минут араластырғаннан кейін өзін ұстайтын тығыз крем шығады. Оған қалауыңыз бойынша кез келген түсті саламыз. Дәл осы түсті шығару үшін мен 1-2 тамшы ғана көк түсін салдым. Енді торттың барлығын бірде дәл осы креммен жағып шығамыз да тегістеп шығамыз. Кукла торттың сыртын әсемдеу үшін кішкентай насадкалар керек болады. Кішкентай насадкалармен өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі өрнектер жасап, кукланың көйлегін әсемдеп шықсаңыз болады. Неге дәл осы тортты сіздер жасай аласыз? Егер үйіңізде пирог, басқа да тәттілер жасап жүрген болсаңыз, дәл осы торт сіздің де қолыңыздан келеді. Неге дәл осы торттың салмағы, яғни таза салмағы 2 килограммдай болды. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет, сау болыңыз.